Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі, нәзік, сәнді шашқа тағатын резинканың тігілу жолымен таныстырамын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, сіздерге кішкентай ғана өтінішім, видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге 2 бөлік мата және резина керек болады. Үлкен бөлік матамыздың ұзындығы 65, ені 20 см. Кішкентай бөлік матамыз ұзындығы 30, ені 8 см. Ал резина бізге 17 см керек болады. Ең алдымен кішкентай бөлік матамызды 2-ге бүктеп, ұзына бойы машинкамен тігіп аламыз. Енді осыны оң жақ бетіне қарай аударып аламыз. Сосын осының ішінен резинамызды өткіземіз. Енді резинамызды бір-біріне қосып, машинканың көмегімен 2-3 қайтара тігіп шығамыз. Осылай матамызды іш жағына 1 см-дей қайырып, екінші матамызды ішіне кіргізіп, үстінен машинкамен бастырып тігіп шығамыз. Үлкен бөлік матамызды осылай 2-ге бүктейміз. Сосын тағы да 2-ге бүктеп, жылжып кетпес үшін бірнеше жерінен инемен қадап қоямыз. Матамыздың осы бұрышынан 4-4 см белгілеп аламыз. Сосын видеодағыдай сызып шығамыз. Мұқият қараңыздар. Мінекей осылай сызып шықтық. Енді сызған жерімізді қайшымен қиып аламыз. Матамызды оң жақтарын бір-біріне беттестіріп, видеода көрсетілген жерді ғана тігеміз, ал мына ортаңғы жерін тікпейміз. Мінекей 2 жағын тігіп алдық. Енді тігілмей қалған ортаңғы жағынан оң жағына қарай аударып аламыз. Ұштарын шығарып, жақсылап реттеп аламыз. Енді жаңағы тігілмеген жерін матасын ішіне қарай қайырып, машинкамен тігіп шығамыз.
резинкамыздың тігіс түскен жеріне осылай байлаймыз. Мінекей, біздің резинкамыз дайын болды. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Өздеріңізге ұнайтын кез келген матадан, кез келген түсінен тігіп алсаңыздар болады. Үйде қолданбай жатқан ескі маталардан да осылай тігіп алсаңыздар болады. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да видеолар болады.